Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттер бар. Яғни артық салмақ болса, сізде каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де қоңыраушаны басатын болсаңыздар, менің салатын видеоларым сіздерге бірден көрінетін болады. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырыпты айтқым келіп отыр, яғни телефонның көмегімен де біз артық салмақтан арыла аламыз. Яғни егер де біз телефонды дұрысынан пайдаланатын болсақ, біз артық салмақтан арыла аламыз. Егер де сізде дәл мен сияқты телефонды дұрысынан пайдаланатын болсаңыз, яғни артық салмақтан арылуға болатын қосымшаларды жүктеп алатын болсаңыз, онда сізде артық салмақтан арыла аласыз. Яғни ол қосымшалар маған көмектесті, демек сізге де көмектеседі. Артық салмақтан арылу барысында сізге көмектесетін ең бірінші қосымшаның бірі ол Fat Secret приложениесі. Яғни дәл осы приложение арқылы біз не ішіп, не жегенімізді біле аламыз, яғни калориясын үй жағдайында өзіміз-ақ есептеп біле аламыз. Жалпы таңғы асқа не жедіңіз, түскі асқа не жедіңіз, кешкі асқа не жедіңіз, оның барлығы дәл сол жаңағыдай қосымшаға енгізетін болсақ, біздің бір күндік калориямыз шығатын болады. Былай қарасақ, біз особо ештеңе жемейміз, бірақ артық салмақты қосып аламыз, Оның себебі біз калориялы тамақтарды, яғни калорийный тамақтарды көп тұтынғандықтан бізде артық салмақ пайда болады. Ал Fat Secret приложениесі арқылы не ішіп, не жегенімізді және калориямызды есептеп біліп отыра аламыз. Жалпы маған осы қосымша ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бірақ диетологтардың калория есептеу қосымшалары басқа болады, ал мына қосымша негізі үй жағдайында жүрген, артық салмақтан арылып жүрген адамдарға өте көмектесетін қосымшалардың бірі. Fat Secret қосымшасын жүктеп алғаннан соң, сіз өзіңіздің мақсатыңызды жазасыз. Артық салмақтан арылу ма, әлде салмақ қосу ма, қандай мақсатта сіз оны жүктейсіз, соны пайдаланасыз, соған қарай ол да сізге жаңағыдай калорияны есептеп, бүкіл анықтап жазып отырады. Яғни сізге өте пайдалы қосымшаның бірі. Жалпы артық салмақтан арылу барысында бізге ең керекті болады ол қозғалысты көбейту. Қозғалысты көбейтудің ең оңай тәсілдің бірі ол бір күнде 10 000 шаг жүру. Яғни біз жүгірмейміз, тек қана жүреміз. Яғни біз бір күнде 10 000 шаг жүретін болсақ, біз бір айда кем дегенде 5 келіге дейін салмақ тастай аламыз. Яғни бір күндік нормадағы 10 000 шақты қалай есептейміз, оны ұялы телефон арқылы, шагомер приложениесі арқылы есептей аламыз. Кез келген телефонда Play Market немесе App Store арқылы шагомер деп жазатын болсаңыз, сізге көптеген шагомерлердің қосымшалары сізге көрінетін болады. Менің телефоным iPhone 11, яғни маған ең ыңғайлы болғаны StepStep деген шагомер маған ең ыңғайлы болды. Өзіңіздің телефоныңызға қайсы шагомер ыңғайлы болады, соны жүктеп алсаңыз болады. Яғни сіз былайша айтқанда таңнан кешке жүремін деген сияқты ойлауыңыз мүмкін, бірақ оны есептегенде сіздің жүретін шагыңыз 10 000 шаққа жетпеуі де мүмкін. Бірақ 10 000 шақты күнделікті орындайтын болсаңыз, мен айтқандай 5 келіге дейін салмақ тастай аласыз 10 000 шаг арқылы. Жалпы артық салмақтан арылу барысында көп адамдар су ішкені ұнатпайды, бірақ су ішу арқылы да біз метаболизмді жақсарта аламыз және су нормасын ішу арқылы артық салмақтан арыла аламыз. Бірақ көп адамдар су ішуді ұмытып та кетеді, немесе ұнатпайды. Дәл сол жандарға да арналған қосымша бар, яғни сіздің күнделікті судың нормасын орындап отыруыңызға көмектесетін қосымшаның атауы трекер воды деп аталады. Дәл осы қосымшаны жүктеп алатын болсаңыздар, сізге су ішуді ұмытқызбайды, яғни еске салып отырады. Келесі қосымша жалпы арықтаймын деп интервалды ашуды ұстап жүретін жандар болса, онда сіздерге трекер интервальное голодание деген қосымша көмектеседі. Яғни қай уақытта тамақтану керек, қай уақытта тамақтанбау керек, не жеп, не ішкеніңіздің барлығын жазып отыратын сізге осындай арнайы қосымша бар. Яғни интервалды ашуымен де көп адамдар артық салмақтан арылып жатады. Яғни дұрыс тамақтанудан да бөлек интервалды ашуы да бар. Бірақ таңдау өзіңізде интервалды ашуымен де арықтаймын десеңіз, міне осы қосымша арқылы
жүктеп алып артық салмақтан арылуға да болады. Бірақ интервалды ашуды тоқтатқан кезде бірақ көп адамдар салмақты қосып алады. Сізге кеңесім, дұрыс тамақтану арқылы да артық салмақтан арылуға болады. Жалпы дұрыс тамақтану арқылы сіз 5 мезгіл тамақтанасыз, яғни дұрыс тамақтануды тоқтатсаңыз да болашақта сіз тағы да тамақтанасыз ғой, жалпы 3 мезгіл, 4 мезгіл, 5 мезгіл, міне соған сәйкес болып келеді. Арықтаушы адам негізі ешқандай да стресс, депрессияға түспеу керек. Егер де стресс, депрессияға жиі түсетін болсаңыз, онда бізде арықтау процесі баяулайды және кортизол гормоны жоғары болып кетеді. Дәл мұндай жағдайда сізге көмектесетін де қосымша бар, яғни ол медиатопия деп аталады. Яғни медитация жасау арқылы стресс, депрессияны басуға көмектеседі. Егер де депрессия болатын болса, стресс болатын болса, онда дәл осы қосымша жүктеп алсаңыз болады. Сізге көмектесуі мүмкін. Жалпы өзіме де көмектесті, сіздерге де соны кеңес етемін. Жалпы адамда стресс, депрессия болатын болса, оларды көп жағдайда жаңағыдай тамақтану арқылы өздерін басады. Яғни тәтті жеу мүмкін, немесе бір торт жеу мүмкін, немесе жай ғана шоколад или конфет, солардың барлығын жеу мүмкін. Сол арқылы өзіндегі ашу ызасын басуы мүмкін. Сол үшін сізге кеңесім, дәл осы медиатопия қосымшасын жүктеп, өзіңізді қолға алыңыз. Келесі қосымша жалпы сіздерге қажет болуы мүмкін, немесе қажет емес. Келесі қосымша жалпы әйел адамда ай сайын келіп отыратын, яғни етеккірдің уақытын біліп отыратын сізге флоу қосымшасы. Осы флоу қосымшасы арқылы біз жаңағыдай жүкті емес екенімізді бір жағынан біліп отырамыз. Егер де жүкті болып қалсақ, арықтауды тоқтатамыз, яғни арықтау процесі бізде тоқтайды, яғни ауыр жаттығулар жасап жүрсеңіз, оны тоқтатасыз. Дәл осы қосымша арқылы сіз ай сайынғы келетін қонағыңызды біліп отыра аласыз, яғни флоу қосымшасы арқылы. Келесі қосымша сіздерге күлкілі болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл қосымшаны егер де күнделікті пайдаланатын болсаңыз, онда сізге бұл көмектеседі. Ол қосымшаның атауы заметки, яғни кез келген телефонда болады. Заметки арқылы біз бір күнде не істегенімізді біле аламыз. Яғни сіз таңнан бастап кешке дейін не істегеніңізді үнемі жазып отыратын болсаңыз, жаңағыдай көзге көрінеді да сіздің не істегеніңіз. Мысалы, таңертең мен жаттығу жасадым, түсте жаттығу жасадым, таңғы асты іштім, түскі асты осындай жедім, немесе мен таңғы асқа осындай закуп жасауым керек, осындай заттарды сатып алуым керек, анда-мұнда баруым керек деген сияқты бір күндік жоспарыңызды заметкиға үнемі жазып отыратын болсаңыз, сізде бір айдың ішінде өзгерістер болуы мүмкін. Тіпті жаңағыдай супермаркеттерге барсаңыз, өзіңіздің жаңағыдай дұрыс тамақтануда болсаңыз да, соған қажетті бүкіл продукты, яғни өнімдерді бүкілін жазып, ұмытпауға көмектесетін қосымшалардың бірі. Оны жүктемейсіздер, кез келген телефонда болады. Мен заметкиді үнемі жиі пайдаланамын. Тіпті дәрігерлердің қабылдауына баратын болсам да, жаңағыдай заметкиге мына күнім осындай уақытта барамын деп жазып қоямын. И заметкиді қараймын. Ертеңгі менің жоспарым осындай, бүгінгі жоспарым осындай деп мен бақылап өзімді қадағалап отырамын. Және үнемі өзімді кешке мақтаймын. Яғни мен бүгін жаттығу жасадым, дұрыс тамақтандым, міне осыларды жасадым, и осылай арықтаудамын деп мен үнемі өзімді заметкиге қарап, өзімді үнемі мақтап, өзіме мотивация беріп отырамын. Егер де сіз де арықтаушы адам болсаңыз, яғни артық салмақтан күресіп жүрген адам болсаңыз, онда осы мен айтқан қосымшалары жүктеп, үй жағдайында да арықтауға болатынын өзіңіз дәлелдеп көрсеңіз болады. Жалпы ешқандай залға бармай-ақ, ешқандай дәрі ішпей-ақ, міне осы қосымша арқылы сіз артық салмақтан арыла аласыз. Қыздар, ақпараттар пайдалы болса, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және құрбыларыңызбен де бөлісіңіздер. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецепттерді алдағы уақытта жиі салатын боламын, оларды жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған мен құрметпен Айнагүл Жаманбай. Келесі видеода жолыққанша.